Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз лаваштан өте оңай жасалатын тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге лаваш қажет болады. Кез келген лаваш түрін таңдасаңыздар болады. Лавашымызды ұзынша етіп турап аламыз. Және де кез келген сыр түрін қолдана аласыздар. Мінекей лавашымызды кесіп болдық. Ендігі кезекте ірімшігімізді күштен өткіземіз. Дайын болған сырымызды лавашқа салып, конверт тәріздес қылдырып ораймыз. Мінекей ең соңында қалып қалған лавашты ішіне қарай бүгіп, конверт формасына келтіреміз. Мінекей бізде осындай формалар дайын болды. Енді барлығын осылай жасап шығамыз. Табамызға сұйық майды құйып, қызғаннан кейін бетіне лавашымызды салып шығамыз. Қызарғанша екі жағынан қуырып аламыз. Кез келген начинка қолдансаңыздар болады. Ішіндегі сыры еріп, сырты қытырлақ болып, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп қызықты рецепттер шығатын болады. Ендігі кезекте табағымызға қағаз сүлгіні төсеп, соның бетіне қоямыз. Артық майы болса, соны сіңдіріп алу үшін. Мінекей біздің тіске басарларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.